Біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтудың абзалдығын айтайық деп тұрмыз. Неге? Өйткені Алла тағала Құранда барлық құлшылықта бізге қарай айтады. Хитап қылып бізге қарай айтады. Ей иман келтіргендер, я аyyuhalladina аману ijtanibul хамр вал майсир, арақтан, құмардан бас тартыңдар, жоламаңдар. Ей иман келтіргендер, игілермен, ізгілермен дос болыңдар. Ей иман келтіргендер, ойнастық, зинаға жоламаңдар, жақындамаңдар. Ей иман келтіргендер, намаздарыңды тұрғызыңдар. Ей иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға ораза парыз етілгендігі сияқты сендерге де парыз етілді. Ей иман келтіргендер, зекеттерің бәрін кімге айтып жатыр? Бізге айтып жатыр. Жалғыз ғибадат бар, Алла тағала өзінен бастайды оны. Қандай ғибадат? Пайғамбарға салауат екен. Алла тағала Құран кәрімде Ахзаб сүресінде айтты: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим." Инналлаха деді ана қарады. Инналлах, Алла тағала дейді ана. Ва малаикатаху, және оның бүкіл періштелері, Алланың бүкіл періштелері юсаллуна алан наби дейді. Пайғамбарға салауат айтудың үстінде. Юсаллуна деген мынау араб тілінде осы және келер шақта айтады. Бұл етістікті. Яғни қазірде айтып жатыр, болашақта да айта береді, қиямет күніне дейін айта береді. Кімге? Юсаллуна алан наби, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға, басқа пайғамбарларға емес, Мұхаммед пайғамбарға Алла тағала және оның бүкіл періштелері сәлем, салауат айтып жатыр дейді. Ана қараңыздар. Алланы білеміз енді, Алла тағала жалғыз, бірақ періштелер ше? Періштелердің саны бар ғой, оған сан жетпейді шығар, жер бетіндегі біздің санау құралдарымыз жетпейді шығар. Алладан басқа ешкім білмейді, бірақ сол бүкіл періште кімге салауат айтып тұрады дейді? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтып тұрады дейді. Көрдіңіз бе, қандай ұлы ғибадат. Барлығы болғаннан кейін енді кімге келіп жатыр? Бізге келіп жатыр Алла тағала. Я аyyuhalladina аману, ей иман келтіргендер, саллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Сендер де пайғамбарға салауат айтып дейді, және сәлем жолдап тұрыңыздар дейді.